Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, ата заңымызда әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқылы екені нақты айтылған еңбек шарты елімізде еңбек кодексімен реттеледі. Десе де көп ретте жұмыс беруші мен қызметкердің арасында еңбек шартын тоқтатуға қатысты дау туындап жатады. Оның негізгі себептері қандай? Төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымында еңбек шартын тоқтатуға негіз болатын жағдайларды жан-жақты талқылаймыз. Хабарға Көкшетау қалалық сотының судьясы Сержан Ақылбайұлы Қожамұратов қатысады. Сержан Ақылбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Еңбек шартын тоқтатуға негіз болатын жағдайлар қандай? Осы жағынан келгенде шыны керек көп ретте заңды дұрыс білмеудің салдарынан түрлі келеңсіздіктер орын алып жатады. Осы еңбек етумен байланысты қарым-қатынастар біріншіден дұрыс айтасыз, осы ата заңымызбен белгіленген, сондай Қазақстан Республикасының еңбек кодексімен реттеледі және арнайы заңдар бар. Еңбек қатынастарын реттейтін ол кәсіптік одақтар туралы заң, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заң және арнайы заң, бұл құқық қорғау қызмет туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы заңымен реттеледі. Ата заңымыздың 24-ші бабына сай әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрінің еркін таңдауына құқығы бар. Сондай-ақ әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбек үшін ешқандай кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар. Аталған еңбек қатынастарының субъектілері болып жұмыскер мен жұмыс беруші болып табылады. Енді еңбек шартын тоқтатуға негіздеріне келетін болсақ, еңбек кодексінің 49-ші бабында белгіленген еңбек шартын тоқтату үшін негіздер болып табылатын ол тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу, еңбек шарты мерзімінің аяқталуы, жұмыс берушінің немесе жұмыскердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу, жұмыскердің басқа жұмыс берушіге ауысуына байланысты, жұмыскердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы, еңбек шартын жасау талаптарының бұзылуы болып табылады. Сержан Ақылбайұлы, жеке еңбек даулары орын алған жағдайда азаматтар қалай әрекет етуі керек? Ең алдымен қай органның көмегіне жүгінуі тиіс? Осындайда абдырап қайда барарымызды білмей дал боламыз ғой. Жеке еңбек дауын қарау тәртібі еңбек кодексінің 15-ші тарауымен реттелген. Жеке еңбек дауларын келісу комиссиялары қарайды. Келісу комиссияларымен реттелмеген мәселелер не келісу комиссиясы шешімі орындалмаған кезде ондай дауларды соттар қарайды. Айта кететін жайт, мынау микрокәсіпкерлік субъектінің жұмыс берушісі мен жұмыскерлерінің арасындағы даулар саны 15 адамнан аспайтын коммерциялық емес ұйымның жұмыскері, үй жұмыскері арасындағы туындайтын даулар келісу комиссиясы арқылы жүргізілмейді. Сонымен қатар жаңа жоғарыда айтып кеткенімдей, арнайы заңмен реттелетін еңбек қатынастары бар. Жеке еңбек дауларын қарау үшін келісу комиссиясының құру туралы талап әскери қызметте тұратын жұмыскерлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік қызметшілерге қолданылмайды. Яғни бұлардың еңбек қатынастары Қазақстан Республикасы арнайы заңдармен белгіленген. Келісу комиссиясы жұмыс беруші мен жұмыскерлер өкілдерінің бірдей санынан тепе-тең негізде құралатынын айту керек. Келісу комиссиясы мүшелерінің сандық құрамы, оның жұмыс істеу тәртібі, келісу комиссиясы шешімінің мазмұны мен оның қабылдау тәртібі, келісу комиссиясы өкілеттілігі мен оның мерзімі мен жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасындағы жазбаша келісімде не ұжымдық шартта белгіленеді. Келісу комиссиясы дауды өтініш тіркеген күннен бастап 3 ай мерзімде қаралады. Келісу комиссиясының шешімі онда белгіленген мерзімде орындалуы тиіс. Белгіленген мерзімде келісу комиссиясының шешімі орындалмаған мәселелер реттелмеген жағдайда жұмыскер не жұмыс беруші сотқа жүгінуге құқылы. Еңбек шарты тарапы келісу комиссиясының шешімін орындамаған кезде келісу комиссиясы шешімінің көшірмесі табыс етілген күннен бастап 2 ай мерзімде сотқа жүгінеді. Жұмысқа қайта алу туралы даулар бойынша еңбек шартын тоқтату туралы жұмыс беруші актісінің көшірмесі табыс етілген күннен бастап 3 ай мерзімде сотқа жүгіну қажет. Егер жұмыс берушінің шығарылған актісінде жұмыскердің ұжымдық шарттарда келісімдерде көзделген құқықтар мен кепілдіктерін бұзатын не нашарлататын ережелер қамтылған жағдайда оған еңбек инспекциясына не сотқа
шағым жасауға болады. Біздің өңірде оны Ақмола облыстық еңбек инспекциясы басқармасы жүзеге асырады. Яғни бұл еңбек қатынастары саласындағы өкілеттіктер жүзеге асыратын мекеме. Жұмыскердің еңбек инспекциясы басқармасы жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау жағдайларын зерттеп қарауды жүргізу туралы өтініш білдіруге құқығы бар. Сондай-ақ еңбек жағдайларының қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды жақсартуға байланысты мәселелерді тексеру мен қарауға өкілдік етіп қатысуға, жұмыс берушінің еңбек және онымен тікелей байланысты қатынастар саласындағы әрекеттеріне шағым жасауға құқығы бар. Мемлекеттік еңбек инспекциясының негізгі міндеттері ол еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету болып табылады. Еңбек шартын тоқтатуға қатысты көп жағдайда үлкен дау туындайтын негіздер қандай? Еңбек дауларына қатысты Көкшетау қалалық сотында істер қаралды ма? Өздеріңіздің тәжірибелеріңізде осындай даулы істер көбіне кімнің пайдасына шешіледі? Еңбек шартын тоқтатуға қатысты көп жағдайда үлкен дау туғызатын негіздер ол жұмыс берушінің немесе жұмыскердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу. Мәселен, жұмыс берушінің бастамасы бойынша жұмыскердің жұмыс орнында болмауы, жұмыста еңбек тәртібін сақтамауы, қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілікке тартылуы болса, жұмыскердің бастамасы бойынша еңбек шартында көзделген жалақыны төлемеуі, еңбек демалысы уақытын дұрыс есептемеуі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайларын сақтамауы еңбек шартын бұзудың негізгі себептері болып табылады. Яғни Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мәселелері бойынша жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өтініштерін, арыздарын және шағымдарын қарау болып табылады. Оның қорытындысы бойынша еңбек заңнамасының бұзылуына әкеп соғатын себептер мен мән-жайларды анықтап, оларды жою және бұзылған еңбек құқықтарын қалпына келтіру жөніндегі нұсқамалар береді. Сондай-ақ жұмыскерлердің мүдделерін кәсіптік одақтар туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кәсіптік одақтар органдары, ал олар болмаған кезде сайланбалы өкілдер өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде білдіреді. Еңбек дауларына қатысты Көкшетау қалалық сотында істер қаралды ма? Өздеріңіздің тәжірибелеріңізде осындай даулы істер көбіне кімнің пайдасына шешіледі? Еңбек дауларына қатысты Көкшетау қалалық сотында осы жылы 81 талап қою түскен, оның 61 аяқталған, 42 іс бойынша шешім шығарылған, 19 іс бойынша талап қою қанағаттандырылса, 23 іс бойынша талап қоюды қанағаттандырусыз қалдыру туралы шешім шығарылған. 9 азаматтық іс бойынша тараптардың бітімгершілікке келу туралы келісімдерін бекіту туралы ұйғарым шығарылған. Бұл өз кезеңде 9-да 6%-ды құрап отыр. Көбіне кімнің пайдасына шешілетінін айтар болсам, бұл жерде 50-де 50 десе болады. Статистикалық мәліметтер соны көрсетіп тұр. Десек те жеке тұлғалардың мүдделері, олардың құқықтары мен бостандықтарына көп көңіл бөлінетінін көруге болады. Жаңа өзіңіз сот тәжірибесінде болған жағдайды баяндадыңыз. Бұл бірен-саран ғана дерек. Кәсіподақ ұйымының келісімін алмағанын да атап өттіңіз. Кәсіподақ сол мекеменің қызметкерінен сайланады. Сондықтан ол кәсіподақ сол қызметкердің немесе жұмысшының мүддесін қорғауға қауқарсыз ғой. Бұл ретте не істеу керек? Кәсіподақтардың өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін білдіруге және қорғауға, сондай-ақ мемлекеттік органдармен өз өкілеттігін шегінде жұмыс берушілермен, жекеше кәсіпкерлер субъектілерінің бірлестіктерімен, өзге де қоғамдық ұйымдармен өзара қарым-қатынастарында қызметкерлердің өкілдері болуға құқығы бар. Кәсіподақтардың өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сотқа талап қою беруге, медиация жүргізу кезінде сотта мемлекеттік органдарда олардың мүдделерінде әрекет ету, оларға өзге де құқықтық көмек көрсетуге құқықтары бар. Мемлекеттік органдарға кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделеріне қысым жасайтын, олар қабылдаған нормативтік құқықтық актілердің толық немесе ішінара күшін жою не өзгерту туралы өтініш жасауға осы кәсіподақтарының құқықтары бар. Еңбек дауларын сотқа дейін шешуге қатысуға құқықтары бар. Кәсіподақ сол қызметкердің немесе жұмысшының мүддесін қорғауға қауқарсыз болған жағдайда міндетті түрде сотқа жүгіну болып табылады.
Жұмыскерлердің жұмыс орнында ішімдік ішіп есірткі пайдалану деректерінде жоққа шығаруға болмайды. Мұндай тәртіпсіздік еңбек шартын тоқтатуға негіз бола алады. Бірақ оның бәрі арнайы хаттама толтырылып, медициналық тұрғыдан куәландырылуы қажет. Ал егер жұмыскер одан бас тартқан жағдайда қандай шара қолданылуы қажет? Еңбек кодексінің 52-ші бабына сай, жұмыскер мен еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша алкогольдік, есірткілік, отқұмарлық, масаңдық жағдайын туғызатын заттарды пайдалану фактісін анықтау үшін медициналық куәландырудан өтуден бас тартқан жағдайларда бұзылуы мүмкін еңбек шартын. Яғни бұл жерде заң шығарушы жұмыскердің медициналық куәландырудан өтуден бас тартуын оның осындай заттарды пайдаланғанымен теңестіріп қойған. Сол себепті медициналық куәландырудан өтпеймін деген жағдайда, қарсы болған жағдайда бұл өз кезегінде осындай затты пайдаланумен тең болып есептелінеді. Бұл өз кезегінде еңбек шартын бұзуға негіз болып табылады. Тәртіптік жазасы бар жұмыскерлер өз міндетін орындамаса немесе қайталанған жағдайдағы жұмыс берушінің әрекеті қандай болмақ? Тәртіптік жазаларды қолданудың өзіндік тәртібі бар. Әрбір тәртіптік теріс қылық үшін жұмыскерге бір тәртіптік жаза ғана қолданылуы мүмкін. Тәртіптік жазаны қолдану туралы акт шығарылған күннен бастап 3 жұмыс күн ішінде жазаға тартылған жұмыскерге қолын қойғызып хабарланады. Жұмыскер жұмыс берушінің актісімен танысқаннан қол қойып растаудан бас тартқан жағдайда тәртіптік жаза қолдану туралы актіде бұл туралы тиісті жазба жасалады. Жұмыскердің түсініктеме бермеуі тәртіптік жаза қолдану үшін кедергі бола алмайды. Тәртіптік жаза қолдану мерзімі ол қолданылған күннен бастап 6 айдан аспау керек. Бұның бәрі осы еңбек кодексімен реттелген. Тәртіптік жазасы бар жұмыскер еңбек міндеттерін дәлелді себептерсіз қайталап орындамаған жағдайда еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін. Яғни тәртіптік жазаға тартылған жұмыскер қайталаған жағдайда бұл еңбек шартының бұзылуына негізі болып табылады. Жұмыскерге тәртіптік жаза қолданылған жұмыс беруші тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын жұмыс берушінің актісін шығару арқылы алып тастауға болады. Тәртіпке тартылған өзінің уақыты 6 ай, оны 6 айға дейін жұмыскердің өзінің жақсы жағынан көрсете білсе, оның ұсынысы бойынша жұмыс беруші алып тастауға құқығы бар. Сержан Ақылбайұлы, бағдарламамызға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.